Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айткүл. Бүгін сіздерге жаңа жыл кешіне арналған салат түрін жасап көрсетемін. Осындай ерекше рецепттерді менің каналымнан көргіңіз келсе, YouTube каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Бұл салаттың құрамына тұздалған қияр, қайнатылған сәбіз, көк пияз, қызылша, картоп, жұмыртқа, ет және майонез керек болады. Етімізді және тұздалған қиярымызды ұсақтап турап аламыз. Және көк пиязымызды бір келкі етіп турап аламыз. Бұл салатты мерекелік дастархандарға, туылған күндерге, отырыстарға жасасаңыздар, дастарханның сәнін келтіретіні анық. Міне турап біттік. Енді 2 жұмыртқаның ақ уызын алып үткіштен өткіземіз. Ол салаттың бетін әсемдеуге қажет болады. Және жұмыртқаның 2 сары уызын және 1 жұмыртқаны үткіштен өткізіп аламыз. Сәбіз, қызылша, картопты да үткіштен әдемілеп өткізіп аламыз. Үткішті қолданған кезде сақтық шараларын қолданыңыздар. Тарелкаға 4 бұрышты форманы алып, картопты салдым. Және де сол формаға келетіндей етіп жайып шықтым. Сіздерде бұндай форма болмаса, тарелкаға 4 бұрышек ретінде өздеріңіз жасасаңыздар болады. Және майонезімізді саламыз, тегістеп шығамыз. Және тұздалған қиярымызды салып, бір тегіс етіп жайып аламыз. Сосын және майонез саламыз. Тегістеп шығамыз. Етімізді салып, формаға жайып шығамыз. Еттің орнына тауық еті немесе колбаса салсаңыздар болады. Ол да ерекше дәм береді. Маған ет ұнағандықтан мен ет салдым. Және одан соң майонезімізді саламыз. Оны тегістеп жағып болған соң картоп саламыз. Картопты тегістеп жайып аламыз және майонез саламыз. Майонезді көптеу жақсаңыздар да болады. Салат өте дәмді болып шығады. Және сәбізімізді саламыз. Сәбізден соң тағы майонез саламыз. Әр ингредиентімізді қосқаннан соң майонез жағып отырамыз. Және көк пияз саламыз. Көк пияз да салатқа бір ерекше дәм береді. Сол үшін салдым. Оны салмасаңыздар да болады. Сосын ет саламыз және майонез салып тегістеп шығамыз. Сосын тұздалған қиярымызды саламыз. Қияр да салатқа ерекше дәм береді. Майонезді тегістеп жағамыз. Және жаңа үткіштен өткізген жұмыртқаның сары уызы мен 1 жұмыртқамызды салып, үстінен майонез жағып шығамыз. Және тегістеп жібереміз. Бір келкі тегіс болғанша жағып қоямыз. Енді дайын болған салатымызды 10-15 минут тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне болды. Формасын алғаннан кейін радуга сияқты өте әдемі болып шықты. Және 2 парақты алып, қосу таңбасы сияқты етіп, салатымыздың үстіне қоямыз. Және де 4 жағына қызылшаны әдемі етіп жағып шығамыз. Жандарын да бір тегіс етіп жағып шығамыз. Қызылша қанды көбейтеді, өте пайдалы және де әсемдік үшін де өте әдемі болып шығады. Мерекелерде оп-оңай және әдемі салат болып шығады. Міне ортадағы парағымызды алдық және ортасына жаңағы
тұқымның ақуызын алып әдеміреп шағып қоямыз. Өте әдемі болып шығады. Қызылға ақ үлеседі. Және мен сәбізден гүлдер жасадым. Өздеріңіздің қалауларыңызша безендіруге болады. Қиярдан, редискадан да гүлдер жасап қоюға өте әдемі болады. Енді укроптан кішкене талдарын қойып, әсемдедім. Өте әдемі болып шығады бұл да. Мінекей салатымыз дайын. Дәл осындай рецептілерді көргілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, подписаться таңбасын басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.